Түркістан үлкен туризм қаласы болайын деп жатыр, жан-жақтама. Енді біз өзіміз жаңа берген бағамен келсеміз, уже сол бағаға там алып көшейін деп жатырмыз. Ал енді Түркістанымыз көркейсе, Түркістанымыз жақсы болса, о жерде тұрғанымызға біз қуанамыз. Біз көрмесек, біздің немерелер көреді, балдар көреді, келген меймандар көреді, Құда қаласа. Түркістанның маңында қазір жақсы кесенелердің маңында жақсы нелер салынады деп жатыр. Фонтандар, асханалар, қонақ үйлер. Сол үйлерді бұйыртса біз көреміз, Құда қаласа. Көлік беріп жатыр, трактор беріп жатыр, ат суға түсіруге адам беріп жатыр. Осының бәрі бізге көмек, қарапайым халыққа. Түркістанға үлесімізді қосуымыз керек қой. Тезірек көркеюіне, міне облыс болды, рухани астана болды. Сонда сүйерде біз жүреміз ғой. Біздің балдарымыз жүреді, біздің немерелеріміз жүреді, бізге келген меймандар көреді сүйерде. Түркістан қандай көркейіп жатқанын. Гүлдене берсін Түркістан деп, біз өз ризашылығымызбен босатып бердік. Бұзып жатыр, стройка жасаймыз деп, бәріге ырзамыз. Өз басым қуанып жатырмын. Құда қаласа, сол президентіміз айтқандай қала болатын болса, не үшін қуанбаймыз? Қуанамыз, қолымыздан келгенше ат салсамыз, бала шаған, семьян бәріміз. Түркістан облыстық орталығы болып, бекітіліп, мына көптеген өзгерістер болып жатыр. Қаламыз көркейіп, шығыстық үлгіде дамитын болады. Мен осы Түркістан үшін жасалып жатқан барлық жоспарларға, келешекте жасалатын жұмыстардың барлығына қуаныштымын, қолдаймын. Біз бүгінгі таңда бағалау жұмыстарына келісіп, тұрғын үйімізді бердік.